Соңғы кездері әйелдер арасында сүт безінің қабынуы етек алып бара жатқан тәрізді. Бұған себеп қоршаған орта, яғни экологияның әсері болуы мүмкін. Дегенмен де кейбір нәзік жандарымыз жұқа киінуінің салдарынан кеудесіне салқын тигізіп алатыны тағы бар. Мұның соңы сүт безінің қабынуына апарып соқтырады. Егер де маститпен ауырған болсаңыз, мына бір қарапайым рецептіні пайдаланыңыз. Ол үшін сіз 1 ас қасық аскөк укроп тұқымын 1 стакан сүтке салып қайнатасыз. Оны оттан түсіріп, шамалы суыта тұрасыз. Дайындаған бұл сүтті тамаққа дейін жарты сағат бұрын күніне 3 рет ішу керек. Емделу мерзімі 3 апта. Тек бұл аскөк қайнатпасын күнде жаңадан дайындап отырыңыз. Емделу кезінде кеудені міндетті түрде жылы ұстаңыз. Видео пайдалы болса, арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруыңызды ұмытпаңыз.